Бүгін қалалық әкіметтің мәжілістер залында 3-ші шақырылған қалалық мәслихаттың кезектен тыс 13-ші сессиясы болды. Сессия жұмысына қала әкімі Бабақанов пен оның орынбасарлары қатысты. Сессияның күн тәртібінде бірінші Жаңаөзен қаласының 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасы туралы, екінші қалалық білім бөлімінің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы туралы, үшінші қалалық мәслихаттың келесі 14-ші сессиясының төрағасы туралы мәселелер қаралды. Сессияда Жаңаөзен қаласының 2005-2007 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасы туралы қалалық экономика бөлімінің меңгерушісі Алтынбек Сәрсенбаев баяндама жасады. Жұмыссыздық көрсеткіші 2006 жылы 2%-ға төмендейді деп күтілуде. Оралмандардың соның ішінде әлеуметтік қорғалатын азаматтардың әлеуметтік бейімделуіне айрықша көңіл аударылып, ауыз сумен қамтамасыз ету түбірімен жақсарады. Жаңаөзен қаламаңдағы поселкелердің ауыз сумен қамтылуы бойынша жаңа қуаттық қондырғылар іске қосылады деп күтілуде. Айтып кетті жалпы. Енді қосайын деп отырғаным, бұл бағдарлама өте бізге қажет. Себебі мына жақында 2005 жылдан бастап біздер жаңа бюджеттік кодекспен жұмыс жасаймыз. Соған байланысты бюджетімізді алдын ала қарап алуымыз керек. Облыс мәслихатында осы қаралған осы мәселелер. Қосарымыз енді бұған да бұл бағдарламада әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасында шаралар жоспарланған. Конечно, бәрі қаржы қажет етеді. Сол қаржының бәрі көрсетілген. Күн тәртібінің екінші мәселесіндегі қалалық білім бөлімінің 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы туралы аталмыш бөлімнің бастығы Қатира Боранбаеваның ақпараты тыңдалды. Жаңаөзен қаласының 2005-2007 жылдарға арналған білім бөлімінің бағдарламасы негізінен 2005 Қазақстан Республикасының президенті Назарбаевтың білім туралы заңына басшылыққа алып және 30.09.2000 жылы қабылданған білім мемлекеттік бағдарламасы туралы жарлығы басшылыққа алынып жасақталды. Бұл бағдарлама бұрын осы тамыз айында 2004-2006 деген жылдарға арналған бағдарлама болып қаралған сессияда, бірақ кейін осы 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама болып өзгеріп отыр, ішіне толықтырулар бар. Сіздің қазір алдарыңызда экранда көрсетіліп жатыр жалпы жоспарға алынған мәселелер. Енді бағдарламаны жасауда негізгі жетекші идеялар мен жобаларға келетін болсақ, бағдарлама Жаңаөзен қаласы білім жүйесінің 2007 жылға дейінгі білім беру саясаты мен білім саласының даму стратегиясын айқындайды. Бағдарламаның негізгі көкейтесті мақсаты білім беру саласында жаңадан сапалы құрылым жасау, білім жүйесінің ішкі потенциалды шығармашылықпен дамыта отырып, оларды орынды пайдалану, қайта құрылым мәдени, әлеуметтік және өндірістік экономикалық мекемелермен тығыз қарым-қатынаста болу үшін басқару орындарында барлық типтегі білім мекемелерінде, яғни білім беру салаларының барлық сатыларына өту. Білім жүйесінің дамуы әрбір білім мекемесінің білім саласында нақты жекелеген идеяларды іске қосуды, эксперименттік алаңда кешенді бағдарламасының болуын көздейді. Осы бағдарлама негізінде жалпы білім беретін мектептер төмендегідей жетістіктерге жетеді дейміз. Білім мектебіне, дамыту мектебіне, шығармашылық мектебіне, салауатты өмір мектебіне. Және бағдарламаны жүзеге асыру барысында жаңа үлгідегі ұлттық мектеп керек деп күтудеміз. Ол қандай ұлттық мектепте? Оған жұмыс жасайтын мұғалім, кәсіпқой мұғалім, тәрбиелеуші мұғалім, психолог мұғалім, жаңашыл мұғалім. Мұғалімдердің мұндай сапалы биіктерге көтерілуі тынымсыз педагогикалық ізденістердің, әлеуметтік және педагогикалық психологиялық пәндердің жұптасуының қосалқы мамандықтардың игерілуінің нәтижесінде келеді. Сессияда депутаттар тарапынан берілген ұсыныс, пікір, сұрақтарға жауаптар берілді. Сондай-ақ сессияда қаралған мәселелер бойынша тиісті шешімдер қабылданды. Қалалық мәслихат депутаттарының ұсынысымен қалалық мәслихаттың келесі 14-ші сессиясына төрағалық ету және депутат Бақытжан Өтеғалиевтің міндетіне жүктелді.